Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты досым. Құдай сені ерекше сүйеді. Бүгін мен Ефесіктердің 4-ші тарау 17-ші аятымен бөліскім келеді. Иеміздің атынан сендерге мықтап айтып ескертемін. Бұдан былай құдайсыз халықтардың түкке тұрғысыз ойларына сай өмір сүрмеңдер. Олардың санасына қараңғылық басып, жүректері шындықты білгілері келмейді. Жақсылық атаулыға қарсы қасарысқан, сөйтіп Құдай беретін шынайы өмірден құр алақан дейді. Аумин. Ефесіктер бізге керемет затты ескертіп жатыр. Иеміздің атынан дейді, сендерге ескертемін, мықтап ескертемін дейді. Бұдан былай Құдайды танымайтын, Құдайды білмейтін, иманы жоқ адамдармен дос болмаңдар дейді. Неге? Өйткені соқырды соқыр жетелесе не істейді? Көрге апарып құлатады. Қымбатты досым, егерде сенің сеніміне, Иса Масихқа деген сеніміне күмән келтіретін адам болса, оған күмәнмен қарап сені мазақ қылып жүрген адамдар болса, ол үшін тек қана дұға ет. Және ол адаммен араласпа, одан алшақтау жүр. Өйткені ол сенің күмәніне сеніммен қарамайды. Сені азғыртады. Және осы Құдайды білмейтін адамдар олар не істейді? Олар сенушілердің өміріне қарсы. Әрқашанда сен Құдайға шүкір десен, олар саған мазақ қылып күледі. Сен бір затты айтсан, олар сені мазақтайды. Не сен діншіл болып кеттің бе? Құдайшыл болып кеттің бе? Сен анаусың ба? Сен мынаусың ба? Деген көптеген әңгімелер айтады. Бірақ та біз білуіміз керек. Біздер оларға жағынбай, Құдайға қарауымыз керек. Құдай айтады, азаннан кешке дейін не дейді? Маған шүкіршілік ет дейді. Маған алғыс айт. Менің барма қуан дейді. Аумин. Біз кімдермен дос болуымыз керек? Осы қара түнектегі Құдайды білмейтін, осы жақсылық атаулыға қарсы адамдардан біз қашуымыз керек. Амин. Тағы да айтқым келеді. Жақсылық атаулыдан қарсы адамдардан біз қашуымыз керек. Өте көп. Жақсылықты айтсаң қазіргі уақытта сен жүксір боласың. Адамдар бір жаман бір оқиғаны естісе қуанады. Интернетті ашсан, ютубқа кірсен, басқа да тиктокқа кірсен, бір жаман оқиғаны, жаман бір заттарды адамдар тез жаттап алады. Тез тарқатып жібереді. Ал енді бір жақсылық айтсан, бір жақсы заттарды істесен, адамдар күндей бастайды, соттай бастайды. Ол бәленшенің адамы ғой, ол анаған сатылып кеткен ғой, ол дінін сатып кеткен ғой деп. Бірақ та бір ғана зат бар. Біздер жамандықтан қашып, жақсылыққа жүгіруіміз керек. Тағы да айтқым келеді, жақсылап тыңдап ал, қымбатты досым. Жамандықтан қаш, жақсылыққа қарай ұмтыл. Аумин. Және осы әлемде өте көп жақсылық жасайтын адамдар. Өте көп. Сондықтан да түнектің адамы емес, жарық нұрдың адамы бол. Жамандық істейтін адамдар, жаман ойлайтын адамдар, жаман көз қараспен қарайтын адамдар, бір-біріне әрқашанда біреуге жамандық тілейтін адамдар, олар түнектің адамдар. Оларға Құдай әрі ашылған жоқ. Құдай ол нұр. Құдайдың адамдары бір-біріне жамандық тілемейді. Құдайдың адамдары бір-бірін өсектемейді. Құдайдың адамдарының аузынан өлі сөз, жаман сөз шықпайды. Өйткені киелі кітап не дейді? Сенің аузынан түріп бұлақ ағады дейді. Неге? Өйткені біздің жан дүниеміз, біздің рухымыз жақсылыққа құштар болуымыз керек. Жақсы затқа құштар болуымыз керек. Үмітімізді үзбеуіміз керек. Әрқашанда жариялауымыз керек. Менің өмірімде барлығы жақсы болады. Тіпті қиыншылық көріп жатсан да айтуың керек. Менің өмірімде барлығы жақсы болады деп. Аумин. Және бүгін айтқым келеді. Сенің өмірінде, қымбатты досым, барлығы жақсы болады. Өйткені сен жақсылыққа шақырылған адамсың. Құдай сені жарылқасын. Иса Масихтың атымен. Аумин.